Allah Teala şifasını versin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Құрметті жамаат, құрметті бауырлар, баршаңызға қасиетті күндердің төресі болған жұма мүбәрәк болсын. Аллах Тағала баршамыздың осы жұма күнде істеген ізгі салих амалдарымызды қабыл қылсын. Аллах Тағала бір жұмадан екінші жұмаға дейін істеген қате кемшілік күнәларымызды баршамызға мағфират, күнәларымызды кешірсін иншалла. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хадисінің астына келеді: кімде-кім жұма намазына арнайы дайындалса дейді, қолындағы тырнақтарын алып, ғұсылын құйынып, тазаланып, әтір сеуіп, үстіне жағымды хош иіс сеуіп, және де осы жұма намазына арнайы ғұсыл құйынып, үйіндегі ең әдемі киімдерін киіп, жұма намазына келсе дейді, оның әрбір басқан қадамына дейді, Аллах Тағала күнәсін кешіреді. Әрбір басқан қадамына сауаптан жазады. Әрбір басқан қадамына қиямет күн дәрежесін көтереді. Ондай пенде жұма намазына ертерек келіп, ең алғашқы саптардың бірінде отырып, имаммен біргелесіп, имамның құтпасына қатысатын болса, жұма намазына толық қатысатын болса, Аллах Тағала оған 1 жылдық ғибадат сауабын жазып қояды дейді. Иншалла Аллах Тағала баршамызға сондай пенделердің болуымызға Аллах Тағала баршамызға нәсіп қылсын. Бүгінгі жұмада айтылатын уағызымыздың тақырыбы уақыт жайлы болмақ. Уақыт емес, уақып, яғни қайырымдылық жайлы. Уақыт деген қазір толық түсіндіреміз. Қазақта сөз бар, уақып ол сарқыламас, ол қазына дейді. Яғни қазыналардың ең үлкенінің бірі. Бұл ислам дінде уақыт жайлы не айтады? Қазір оны түсіндіріп береміз иншалла. Уақыт тілдік мағынада ұстау, тоқтату, кедергі болу деген мағынаны білдіреді, тілдік мағынада. Бірақ шариғатымызда қандай мағынаны береді уақыт деп? Уақыт деген сөзге шариғатымызда белгілі бір мүлікті жарамсыз болып қалғанға дейін үздіксіз қайырымдылық жолына пайдалануды уақыт дейді. Мысалға, сіз бір Алла разы болсын деп бір қайырлы іс жасайын деп жатырсыз. Мысалы, қай жақы болсын, мешітіңізге бір морозильник алып келсеңіз, бұл зат өзінің күшін жойғанша, яғни жарамсыз болғанша, ол затты қанша адамдар пайдаланады, сол уақытты, сол амалды уақыт деп атайды. Яғни бір қайырымдылық істейтін кезде, кез келген бір затты, мысалы, Алла разы болсын деп береді, уақыт деп беретін болсаңыз, ол жарамсыз болғанға дейін, ол уже сіз үшін сауапты амал, және ол қайырымдылық болып саналады. Мысалға да, бұны уақыт дейді шариғатта. Оны иншалла хадистермен, аяттармен және сахабалардың өмір баянымен, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінде болған нәрселермен түсіндіріп береміз иншалла. Абу Ханифадан басқа ханафи ғалымдардың және ислам құқықшыларының көпшілігінің пікірі бойынша бұл уақытты мәндүб деп санаған. Яғни сүннет амал. Бұл уақыт бір зекет сияқты емес. Зекеттің қатарына кірмейді бұл нәрсе. Яғни шариғатымызда істелуі ұнамды болған затты, істі мәндүб деп атайды. Ол хайырлы, ұнамды іс болғанда. Құранда уақытқа қатысты Алла Тағала Құранда Құран мен сүннет және ижма, яғни ислам ғұламаларының
көпшіліктің мақұлдауы. Бұл нәрсе дәлел. Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімде Бақара сүресінің 267 аятында былай дейді: ей иман келтіргендер дейді, маңдай терлермен тапқан малдарыңды және біздің сендер үшін жерден шығарғандарымызды Алла жолында сарп етіңдер дейді. Алла Тағала Құранда осыны айтып тұр. Хадисте, Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде былай дейді: егер адам баласы бұл өмірден өтсе, ол адамның бүкіл амалы тоқтайды. Адамның дүниеден өтуі, ол амалдары тоқтайды, ол адамның. Тек қана мына жағдайларда ғана адамдардың амалдары тоқтамайды. Олардың амалдары жалғаса береді деген. Оның біріншісі жалғасып тұратын садақа. Екіншісі пайдаға асқан ілім. Үшіншісі дұға жасайтын салиқалы ұрпақ. Мына хадисте ғалымдарымыз ең біріншісі, яғни жалғасып тұратын садақа деген нәрсеге ол уақыт қайырымдылығы деп жатқызған. Бұл уақыт деген. Өйткені жалғасып тұратын садақаға нелер кіреді? Күндердің бір күні біз мына өмірден кетеміз. Ғалымдарымыз айтады, 100 жылда бір поколение ауысады дейді. 100 жылдың ішінде, мысалы қазіргі бар адамдар, 100 жылдың ішінде бұлар жоқ болады. Біздің балдарымыз немесе немерелеріміз болады. Солардың поколениясы болады. Солардың өмірі болады. Солардың заманы болады. Дейміз ғой енді қазақта. Күндердің бір күні біз өмірден кетеміз, мына өмірден. Мына өмірден кетсек те, мына мешіт тұрады. Мына мешітте біздің бірге кетіп қалмайды да. Бұл мешіт өмірде тұрады да. Мына мешіт соққан адам өмірден кетеді. Бірақ бұл мешіт әлі тұр да. Сіздермен біздер де кетеміз, бұл мешіт тұрады. Бізден кейінгі адамдар бұл мешіттің, яғни амалын жалғастырады. Мына жерде отқан мен орнына да басқа біреу келеді кейін мен өмірден кетсем. Қараңыздар да. Яғни жалғасып тұратын садақа деп мешіт соғу. Сіз өмірден кетіп қалсаңыз да, сол мешіт соғуға бір пайдаңыз тигізсеңіз, сіздің артыңыздан сол сауап жазылып тұра береді. Ол мешітке қанша адам намаз оқып жатыр, қанша адам құлшылық қылып жатыр, қанша адам мешітке кіріп Құран оқып жатыр мысалға. Одан кейін жалғастыратын садақаларға аурухана соғу, көпір соғу, жол соғу, яғни медресе соғу, мектеп соғу, яғни адамдарға пайда беретін нәрсені соғып кету, бұны жалғасатын садақа дейді. Қараңыздар. Енді көпшіліктің мешіт соғуға, көпір соғуға, аурухана соғуға жағдай жетпесе де, бір бауырымыз, о кісіге Алла разы болсын, ешкімге айтпай қойыңызшы деп еді маған, бірақ есімін айтпайын ол кісінің. Бір мешітімізге қазір мынау шығып жатыр ғой андай. Сонда бір аппаратта үстіне баклажка қойып, стаканмен су ішетін. Бар ғой сондай, дұрыс па? Сонда иншалла мешітке алып келем деді да. Жамағатымыз ішінде. Бұрынғыдай жұмадан шыққаннан кейін Рахматулла атамыздың шләңгісін іздеп жүрмейміз. Су ішіп алайық деп, Рахматулла атаның шләңгі сақта екен деп, гүл суғаратын шләңгісі бар. Содан ішеді көп бауырларымыз. Сөйтіп жүгіріп жүрмейсіздер иншалла. Сол жақта мешітке бұл нәрсе, яғни бір затты алып келіп, мешітке адамдар пайда тигізу үшін бір затты алып келу, ол заттың жойылып кеткенге дейін уақыттың, яғни ол қайырымдық садақа ретінің атын уақыт деп атайды. Сол зат жойылып кеткенге дейін, бұзылып істен шығып кеткенге дейін, сол адамға, яғни сауапты іс болады иншалла.
оның алдында да қазір жақында бір енді мешітімізде көрдіңіздер ғой, мына бір кішкентай ыдыс, үстінде ағаштары бар, әтір. Қанша мешітке өзінің ароматын, иістерін шығарып берді, ол бітіп қалды уже, ол кетті уже. Сол біткенге дейін істейтін қайырымдылық, сауапты істі ол жалғасатын, яғни не? Садақасы. Бұны уақыт деп атайды шариғатымызда. Одан кейінгі пайдаға асқан ілім. Яғни сіз өзіңізден өмірде бір адамға жақсы білім беріп кетсеңіз, оның ішінде біреуге Құран оқып үйретсеңіз, немесе біреуге намаз оқып үйреттіңіз, біреуге ораза ұстау қалай екенін үйреттіңіз, біреуге намаздың парыздарын, сүндеттерін, қиям, рүку, сәжделерін барлығын үйреттіңіз. Енді бұл көбінесе енді пайда ілім деп біз көбінесе діни жақтан ойлаймыз ғой. Бұл не только діни жақтан, бұл дүниелік жақтан ілімді пайдасы тигізеді. Мысалға сіз бір адамға электрикті үйреттіңіз да, бұл да сауапты іс. Біреуге екі темірді қосуды үйреттіңіз, сваркілеуді үйреттіңіз. Біреуге бір ғимарат соғуды үйреттіңіз. Яғни дүниелік ілім. Енді пайғамбарымыз хадисте келеді ғой, ол ілім ақиреттік ілім болмаса да, ол адамға адал ас табуға пайда беретін ілім да. Адал ас табуға пайда беретін ілім. Өйткені хадис масы келеді, адам баласы Алланың разылығы үшін деп өзінің жанұясын, отбасын асырау үшін, нәпақасын тауып беру үшін сондай іліммен, біліммен сондай амал жасап, адал ас табу үшін жолға шығатын болса, ол Алла жолында дейді. Ол Алланың жолында жүрген адам. Қараңыздар. Яғни бұл не только діни білім, ол жерде қазіргі колледждерде үйретіп отқан білімдер бар ғой, соларда кіреді бұл нәрсеге. Яғни пайдаға асқан ілім дейді. Одан кейінгі дұға жасайтын салихалы ұрпақ. Сіз өзіңізден кейін сіз үшін дұға жасайтын. Сіз үшін, сіз өмірден кетіп қалсаңыз, Раббым, ата-анамның күнәсін кешір. Раббым, ата-анамның өмірде істеген күнәсін кешір. Қабір азабынан құтқар, тозақ отынан сақта, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи шапағат нәсіп қыл деп дұға қылатын салихалы ұрпақ. Сіз үшін садақа беретін, сіз үшін қажылыққа барып, сіздің атыңыздан умра жасайтын, сіздің атыңыздан тауап жасайтын, міне осындай салихалы ұрпақ қалдырып кету. Қараңыздар. Сол сияқты Омар радиаллаху анху, Ибн Омар, яғни Омар радиаллаху анху баласы, оған Алла разы болсын, былай дейді. Омар ибн Хаттаб, Алла оған разы болсын, Хайбар соғысында бір жерде именденді дейді. Сол бір Хайбар соғысында Омар радиаллаху анху бір жерде өзінің қол астына алған, яғни именденген. Бір күн осы жер хақында кеңесу үшін ардақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, я Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, мен Хайбар соғысында бір жерде меншігіме алдым. Және ондай байлыққа бүгінге дейін ондай байлық болмады менде дейді. Бұл жер хақысында маған қандай әмір бересіз деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кеңесуге келіп тұр дейді. Омар радиаллаху анху. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, егер қаласаң, ол жерде уақып қыл. Қаласаң, ол жерде уақып қыл да, одан түскен пайданы садақа етіп отыр деп пайғамбар кеңес берген екен. Сөйтіп Омар радиаллаху анху содан кейін ол жерде ешкімге сатылмайтын, сол жерде өзіне алған жерде ешкімге сатылмайтын, және де мирасқа берілмейтіндей қылып, оны Алла жолына садақа қылып берген екен. Сол жерге қанша адамдар пайда көреді, сол адамдарға, яғни сол уақып қылып берген, садақа қылып берген екен. Қараңыздар. Соның сауаптары иншалла Омар радиаллаху анхуға артынан барып тұрады. Бұл яғни жария садақа. Бана айттық қой, жалғасып тұратын жария садақаға жатады екен.
Осы оқиғадан кейін Хазіреті Омар радиаллаху өз меншігіндегі жерді уақып қылуды ислам ғұламалары ең бірінші уақып қайырымдылығы деп айтаған екен. Ислам дінінде бұл ең бірінші болған уақып қайырымдылығы деп атаған. Омар радиаллаху Хайбардағы жерін уақып еткеннен кейін сол амалды көрген сахабалар, көптеген сахабалар өздерінің мал мүліктерін, бау бақшаларын уақып қылып қоя бастаған екен. Мал мүліктерін де, бау бақшаларын да сол уақып қылып қайырымдылыққа қоя бастаған. Тіпті Жабир радиаллаху есімді сахаба, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, сахабалардың ішінде мал мүлкін уақып қылмаған ешкім болған емес. Яғни барлығы осы істеген мал мүліктерін уақыпқа берген деген деп айтқан екен Жабир радиаллаху. Сол сияқты асыл дінімізді қадірлеп, дәстүрін ардақтай білген ата бабаларымыз да уақып қадірін жақсы түсінген. Мысалы, бейбарыс бабамыз Мысыр елінде салған мешітті және ислам жұртына ардақты 3 мешіт, ислам жұртына арналған ардақты 3 мешіт, Меккедегі Харам мешіті, Мадинадағы Пайғамбар мешітін, Құддус қаласындағы Әл-Ақса мешітін жөндету өткізіп кеңейткені белгілі дейді. Бейбарыс бабамыз осы 3 мешітті жөндеу, яғни ремонттан өткізіп, ол 3 мешітті кеңейткен. Қараңыздар. Яғни осы істеген іс бұл уақыпқа жатады. Яғни жалғасы табылатын қайырымдылық садақаға жатады екен. Сол сияқты Құнанбай қажы бабамыз Меккеге қажылық жасауға барған қасиетті сапарында киелі шаһардан Тақия, яғни Тақия атты қонақ үй тұрғызып уақып жасаған дейді. Әкесінің бұл игі ісі жайында Абай атамыз былай деп жырлаған: Меккеде уақып үй салып, пәтер қып жаққан шырақты дейді. Бір Құдайдың жолына малды аямай бұлапты деп әкесі жайлы осы Меккеде салған қонақ үй жайлы осылай баяндаған екен. Яғни бұл уақыттың зекеттен айырмашылығы қандай? Уақыт амалдың зекеттен айырмашылығы қандай? Уақыт деген сөз ол зекет деген нәрсені білдірмейді. Оның зекеттен айырмашылығы, зекет парыз, ал уақыт ол парыз емес, ол сүндет амал. Зекетте нисап мөлшері бар, зекеттің арнайы нисап мөлшері бар беретін. Ал уақыттың белгілі бір мөлшері жоқ. Оны берудің белгілі бір мөлшері жоқ. Зекет жылына бір рет берілсе, уақыттың мерзімі бекітілмеген, кез келген уақытта берілетін нәрсе. Адамның өз еркіндегі нәрсе болғандықтан адам өзі қалағанша уақып етеді дейді. Зекет берілетін ақшаны айналымға сала алмайсыз. Зекеттен алған ақшаны, зекет беретін ақшаны айналымға сала алмайсыз. Бірден 8 топтағы адамға сіз таратып беруіңіз керексіз зекеттегі. Ал уақыпқа қатысты қаржыны айналымға салуға болады. Мысалы, уақып еттім деп біреу 10 қой берсе, мен уақып еттім деп біреу 10 қой беретін болса, оны бірден таратып жібермей, 10 қойды, яғни көбейтіп, кейін оны көбейтіп садақа қылып берсе де болады. Түсіндіңіздер ғой? Яғни уақыт пен зекеттің айырмашылығы. Сол сияқты шариғатымыздағы уақыпқа қатысты ғалымдарымыз 3 түрге бөлген, 3 түрге бөліп қарастырған. Оның біріншісі діни уақып, дінге қатысты уақып. Қаражатты, мал мүлікті құлшылық мақсаттарына арнап бөлуді айтады дейді.
мысалы мешіт салу, оның ішіндегі мешіт салып оның ішіндегі кілемдер, төсеніштер, оның ішіндегі қаншама заттар бар қойылатын, бұның бәрі уақытқа кіреді. Немесе медресенің ішіндегі жылжымайтын орындықтар, кітап қоятын сүрелер, мысалы сценаға қояды ғой енді, сол сияқты жиһаздар, мысалы бұның бәрі дінге қатысты уақыт дейді, яғни ислам дініне қатысты уақыттар. Ибрахим мен ұлы Исмайылдың қағбаны салуды осы да уақыт түріне қатысты, уақыт түріне жатады. Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссалам қағбаны соғу, бұл да уақыттың түріне жатады екен. Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімде Бақара сүресінің 127 аятында былай дейді: сол кезде Ибрахим мен Исмаил үйдің, яғни қағбаның ірге тасын көтеріп, бізден қабыл ал, расында сен тілекті естуші, толық білушісің деп дұға қылған екен. Сол қағбаның ірге тасын салып болғаннан кейін Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссалам Аллаға дұға қылған. Сол сияқты мынау ата бабаларымыздың бірі, мынау Қазақстан жерінің рухани астанасы саналатын Түркістанда Ақсақ Темірдің 1397 жылы және 1405 жылдары Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салуы, бұл да уақыттың түріне жатады. Қараңыздар. Сол сияқты Ақсақ Темір осы кесенені мешітті уақып етіп салып, уақыпнама деген нәрсені қалдырған екен ол кісі. Алаш қайраткері Міржақып Болатұлы бір өлеңінде былай дейді: жарар еді ортада мешіт салсақ, қаза қылмай намазды барып тұрсақ, бір ғалымды фазыл заттан иман сайлап, байларымыз жиналып уақыт қылсақ деген арнайы осындай өлеңі бар екен. Және де ғалымдарымыз осы уақытқа қатысты екінші түрі, яғни қайырымдылыққа арналған уақыт. Бұл қайырымдылыққа арналған уақыт жайлы Анас ибн Малик радиаллаху анху былай дейді: ансарлардың ішінде құрма ағаштарын ең көп имендеген Абу Талха деген сахаба болған. Дүниелердің ішіндегі оған ең қатты ұнайтын мешіттің алдында орналасқан Байруха атты құрма бағы еді дейді. Яғни сол өзінің дүниесінің ішіндегі мешітке жақын Байруха атты құрма бағы бар еді, бұл Абу Талханың. Ол баққа Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам келіп отырып, демалып, оның мөлдірде таза суынан ішіп тұратын дейді. Сол баққа пайғамбар саллаллаху барып тұратын дейді. Қасиетті Құранның Әл-Имран сүресінің 92 аятында Аллах Тағала Құранда: жақсы көрген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша, әсте жақсылыққа жете алмайсыңдар деген аят түскен кезде, Абу Талха радиаллаху анху ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп: я Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Тағала бізге жақсы көрген нәрсеңді Алла жолында жұмсамайынша әсте жақсылыққа жете алмайсыңдар деген аятқа қатысты мен ең сүйікті жақсы көретін бағым осы Байруха бағы, яғни мешітке жақын бағы болған, сол бағын айтқан. Сондықтан я Аллахтың елшісі, бұл бағымды мен Алла жолына бердім. Яғни уақыт қылған айтып тұрды, садақа алып беріп тұр. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бақ деп жауап берген екен. Яғни тамаша, мынау беріп жатқан затың өте тамаша деп пайғамбар жауап беріп, бұл дүние табыс әкеледі, әлбетте табыс әкелді. Мен сенің айтқан сөздеріңді естідім, расында мен оны туысқандарың мен
жақындарыңа беруің керек деп ойлаймын деп пайғамбар айтқан екен. Яғни мынау бағынды өзінің туысқандарымен жақындарыңа бер. Яғни өзінің жақындарына қайырымдылық қыл деп жатыр да. Бағынды бер деп жатыр. Сол кезде Абу Талха ол кісі өзінің анасы жағынан, әкесі жағынан туысқандарына осы бағын берген екен. Алланың разылығы үшін деп берген екен. Уақыт жасаған екен. Сол сияқты Ибрахим ибн Адхам деген ғалымның, мына жерде енді ғалымдарымыз мына қайырымдылыққа қатысты бірнеше уақыттың түрлерін келтірген. Олардың бірі ғылыми бағытқа арналған уақыт, денсаулық сақтауға арналған уақыт, міскіндерге жәрдем беруге арналған уақыттар. Оны қазір айтатын болсақ, ұзақ уақыт кетіп қалады. Бұл жерде енді діни, қысқартып айтайын, діни ғалымдарға арналған уақыт деген, яғни олардың істеп жатқан салиқалы ілімдеріне, білімдеріне оларға айлық төлеу, оларға жәрдем беру деген сияқты. Денсаулыққа қатысқа да сол жатады. Және міскіндерге арналған уақыттар. Ибрахим ибн Адхам деген ғалымның Шахик әл-Балхи деген досы болған. Шахик әл-Балхи деген досы болған. Ол кісі сауда-саттықпен айналысып, ұзақ сапарға шығып жүретін дейді. Бір күні Ибрахим ибн Адхам досын сапарға шығарып салады. Бірақ ол көп ұзамай қайтып келеді. Ибрахим досының қайтып келгенін көріп, бұның мән жайын сұрайды. Сонда Шахи әл-Балхи оның себебін былай деп түсіндіреді дейді. Яғни сапарға шығарып салғанда өзінің досын, бірақ көп ұзамай қайтып келген да сапардан. Сонда Ибрахим ибн Адхам өзінің Шахи әл-Балхи деген досынан мән жайын сұрайды. Сен сапардан тез келдің ғой деген сияқты. Сонда Шахи әл-Балхи деп былай деп жауап береді. Жолда демалып отырғанымда қанаты сынған, көзі көрмейтін бір құсты көрдім дейді. Мына байқұс қалай қоректенеді екен деп ойланып отырғанымда дейді. Қанаты сынған, бір көзі көрмейтін бір құсты, мына байқұс қалай қоректенеді деп ойланып отырғанымда бір қанаты бүтін құс келіп, жаңағы құстың аузына тамақ салды дейді. Анау қанаты сынған құсқа бір бүтін құс келіп, аузына тамақ салып жатыр да. Сонда мен ойландым дейді. Я Алла, мына көзі көрмейтін, қанаты сынған құсты тамақтандырған кезде мен де құлыңды міндетті түрде сен аштан қалдырмайсың ғой деп ойға салғанда ана кісі. Сөйтіп кері қайтты дейді. Аллах тағала ризық береді ғой маған деп кері қайтқан. Сапарда кері қайтқан. Сонда Ибрахим алейхиссалам былай деп жауап берген екен. Ей, Шахик, сен қанаты сынған құсқа емес, қоректендірген құсқа ұқсауды ойламадың ба дейді. Ана қанаты сынған, мен жағдайым жоқ қой, менің қолымнан түк келмейді ғой деп, әлсізмін ғой деп, ол құсқа қарама сен дейді. Сен анау тамақтандырып отқан құсқа қарамайсың ба дейді. Сол құс болғой сен ойламадың ба дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисін айтады. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи хадис бар. Беруші қол, алушы қолдан хайырлы деген хадис бар. Беруші қолдан гөрі, алушы қолдан хайырлы. Яғни берген жақсы, алғаннан гөрі деген хадис бар. Осы хадис айтқан кезде Шахик ойланып қалып, ей Ибрахим, мен қате ойлаппын, сен біздің ұстазымызсың ғой деп, ана кісі сынған құсқа емес, керісінше тамақтандырған құсқа сөйтіп ұмтылуға тырысқан екен. Сол сияқты ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам заманында мұсылмандар сондай бір
қиса келеді, өте жақсы қиса деп ойлаймын. Енді халыққа еститін болсақ өнеге алады деп ойлаймын бұл қисадан. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи кезінде заманында мұсылмандар ауыз су таппай қиналған кезі болатын. Яғни су көзін таппай қиналған кездер болған. Олар сол кезде Рума құдығынан басқа ішер су таба алмады дейді. Рума дейтін арнайы бір құдық болған. Сол құдықтан басқа ішетін су болмаған. Бірақ ол құдық бір яһудидікі болған да. Бір яһудидің құдығы да. Сол яһуди соны пайдалана отырып, сол суды мұсылмандарға өте қымбат бағаға сататын болған. Суды өте қымбат бағаға сататын болған. Көп мұсылмандар жағдай жете бермейтін болған ол суды сатып алуға. Бұл жағдай ардақты Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жанына қатты батты дейді. Содан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді сахабаларына бірге отырып, бір сәтте Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам Рума құдығын кім сатып алса, сол Рума құдығын кім сатып алса, жәннатта оның осыған ұқсас құдығы болатындығын айтқан дейді. Жәннатта соған ұқсайтын құдық оған беріледі. Болады сода деп айтқан кезде мұны естіген Осман радиаллаху анху дереу орнынан тұрып сол яһудиді тауып алып құдықты сатып алғысы келетінін айтты дейді. Сол яһудиға құдықты маған сат деп Осман радиаллаху анху айтты дейді. Сол кезде яһуди құдықты толық сатуға көнбеді дейді. Мен бұл құдық сатайын, бірақ сізге толық сатпайын, жартысын сатайын дейді да. Құдықтың жартысын сізге сатам, жартысы менікі болады дейді. Сөйтіп Осман радиаллаху анху құдықтың жартысын сатып алады. Құдықтың жартысын сатып алып, қатты қуанғаннан Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның алдына келіп, "Е Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, сіз айтқан Рума құдығын мен сатып алдым, жартысын сатып алдым" деген да. Мен бұл мұсылмандарға бердім, садақа қылып бердім. Яғни уақыт қылып берген да, садақа қылып бердім дейді. Енді сол яһудимен келіскен. Бір күн сол судан мұсылмандар алады, екінші күн яһуди пайдаланады. Сөйтіп мұсылмандар Осман радиаллаху анхуның күнін күтеді ғой. Осман радиаллаху анхуның күні кірген кезде мұсылмандар барлығы барады да суды алады ғой. Бәрі толтырып тегін алады. Ертесінде яһудидің күні келеді. Яһудидің күніне ешкім бармайды ғой суына. Ешкім бармай қояды. Сөйтіп яһуди табыс таппағаннан кейін қиналады ол кісі. Сөйтіп Османға келіп, "Ей Осман, сол құдықтың жартысын арзан бағада саған сатайын, ал, толығымен ал" деп. Сөйтіп Осман радиаллаху анху құдықты толығымен сатып алған екен. Қараңыздар, сол сияқты сол Осман радиаллаху анхуның құдығын бірнеше ұрпақ сол құдықтан пайдаланған екен. Аллах тағала баршамызға иншалла сондай салихалы амал істеуімізге баршамызға нәсіп қылсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис масына келеді, адамдардың жақсы өзге адамдарға көбірек пайдасы тигізгендер дейді. Адамдардың ең жақсы өзге адамдарға көп жақсылық жасағаны, көп пайда тигізгені дейді. Мына өмір сондай өмір, бұл өмір құлшылық қылынатын өмір, бұл өмір жақсылық жасалынатын, яғни адамдарға пайда тигізетін өмір. Арғы өмір ондай өмір емес. Жанымыз денеден шыққаннан кейін, қой, көзімен көрдім ғой, иман келтірейін, намазымды оқайын дейтін ол өмір, ол ондай өмір емес. Ол өмір, ол өмір, мына өмірде істеген салихалы жақсы амалдарымыздың қарымтасын алатын өмір. Аллах тағала баршамызға осы уақытта, осы уағызға иншалла баршамызға амал қылуымызға Аллах тағала нәсіп қылсын. Алхамдулиллахи раббил аламин, ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Раббана атина фид дуния хасана
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.